Сіз көшеде келе жатқанда біреу коланы ішіп бітіріп, оның шөлмегін жерге лақтыра салса, сіз не істейсіз? Сіз ештеңе айтпай қалатыныңыз әбден ықтимал, және бұл әрекетіңіз бекер болады. Өйткені осындай әрекеттер әлемді күрт ластауына әкеледі. Сәлем әлем. Сіз келесі жолы ластап жатқан адамдарға ескерту жасасын деп, немесе көшені ластамасын деп, мен қазір сендерге әлемдегі ең лас 10 қаланы көрсетемін. Ал кеттік. Акбок Блоши деген электронды қалдықтарды жинайтын қоқыс полигоны. Ганна елінің Акра деген астанасының қасында әлемдегі ең үлкен электронды қоқыс даласы орналасқан. Батыс Европадан жыл сайын осы жерге 215 мың тонна жұмыс істемейтін электрондық зат әкелінеді. Арнайы зерттеу үшін осы жердің жұмысшысы қан тапсырған еді. Бұл жұмысшының қанында алюминий деңгейі 17 есе жоғары екені анықталды. Украинадағы Припять қаласында 1986 жылы үлкен жарылыс болған еді. Зақымдану ортасы шамамен 50 мың шаршы километрді қоршаған. Апаттан кейін осы қаланың тұрғындарының барлығы қауіпсіз жерге көшірілді. 4 мыңнан астам адам қатерлі ісікке шалдықты. Припять қаласы дәстүрлі ұғымда және радиациондық сәулемен өте лас болып келеді. Индонезиядағы Читарум өзенінің ұзындығы 300 шақырым, әлемдегі ең лас өзендердің бірі. 5 миллионға жуық адам осы өзеннің бойында өмір сүреді. Және осы өзен олардың басты су жабдығы болып табылады. Читарум өзенінің суында марганец, без, алюминий және тағы да басқа қауіпті химиялық заттардың шоғырлануы 3 есе көп. Сондықтан өзеннің суы ішуге жарамсыз болып келеді. 245 мың тұрғыны бар Дзержинск қаласы Совет одағының химиялық өнеркәсіптің астанасы болып саналды. 1930 жылдан 1999 жылға дейін Дзержинсктің айналасында 300 мың тонна химиялық қалдықтар көмілген. 2008 жылы Дзержинск әлемдегі ең лас қала болып атанды. Дзержинсктің ішіндегі суны зерттеген кезде көптеген зиян химиялық заттар табылды. Бангладештағы 90% былғары жасайтын зауыттардың барлығы Хазарибагх деген қалада орналасқан. Күн сайын зауыттардың барлығы ағып жатқан өзенге 20 мың литр сусын қалдықтарды төгеді, ал қатты қалдықтарды өртейді. Сондықтан ауада ластанады. Бұл лас ауа мен өзен айналадағы адамдарды өте зиян ауруларға шалдығады. Замбиядағы Кабве деген қалада таулы өндіріс ұзақ уақыт бойы жұмыс істегендіктен қорғасын мен кадмий деген химиялық заттар қаланы басып алған. Кішкентай балалардың қандарында металл 10 есе көп болып келеді. Осыған қоса жер әбден өнім бермейді. Осы жерде еш өсімдік өспейді. Қадағалаусыз қорғасын өндіру себебінен қала толығымен қорғасынмен ластанып кеткен. Калимантан. Ластану түрі сынап пен кадмий. Алтын өндіретін компаниялардың кесірінен айнала сынапқа ластанған. Калимантан аралындағы алтын өндірісі 43 мың адамды асырайды. Біріккен ұлттар ұйымының деректері бойынша шамамен мыңдаған тонна сынап ауаға ұшырайды. Сондықтан Калимантанның жері де суы да өте зиян әрі қауіпті. Ричуэлла деген өзен Аргентинаның ең лас өзені болып табылады. Өткізілген зерттеудің нәтижесі бойынша осы өзен никель, марганец, мырыш, қорғасын, мыс және басқа да өте зиян химиялық заттарға толы. Оған еш таңғалатын себеп жоқ. Өйткені Ричуэлла өзенінің бойында 4 мыңнан астам зауыт және 13 кейде үлкен аудан орналасқан. Өзен қоңыр сұр түске боянылған және өзеннің жағымсыз иісі 1 километрге дейін барады. Нигер деген өзен Нигер деген мемлекеттің 8%-ын алып тұр, және өзен көмірсутекке лас. Оған себеп осы айналада 1950 жылдардан бері жүріп жатқан мұнай өндірісі. Мұнай ұқыпсыз өндіріледі, үнемі төгіледі, және мұнай қалдықтарын өзенге төге береді. Және мұнай өндіріліп жатқанда үнемі жарылыстар мен апаттар орын алып тұрады. Ресейдің Норильск қаласы ауыр металл өндіру бойынша әлемдегі үздік аймақтардың бірі. Жыл сайын ауаға көптеген ауыр және зиян химиялық заттар ұшырайды. Осы жақтағы зауыттар 2 миллионға жуық ауаны ластайтын зат атқан. Ауаның иісі өте жаман, қардың түсі қара. Жұмысшылардың өмір сүру ұзақтығы Ресейдің орташа көрсеткіштен 10 жылға кем. Еш өсімдік өспейді, өссе де қауіпті және уланған. Бізді қоршаған ортаны ластамайық, достар, және сендерге соңғы видеомен ең жаман 5 мемлекетті көруді ұсынамын. Болды, қош болыңыздар.